Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше тамақ түрін ұсынатын боламыз. Өздеріңіз кез келген заттармен әсемдеп, сәндеп ұсынуға болады. Кез келген адамға ұнай кететін, әсіресе балдар сүйсініп, ұнатып жейтін осындай керемет тамақ рецептімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай подачасының өзі ерекше, дәміне сөз болу мүмкін емес. Енді алдымен бізге осылай жуып тазалап алған көкөністеріміз, күрішіміз, етіміз, макаронның именно осындай думалақ түрін алыңыздар. Кез келген фабрика түрін мен именно осыны алыңыз демеймін, бірақ формасы тура осындай дөңгелек тәріздісін алыңыздар. Ең алдымен осылай пияздарымызды бәрін турап дайындап аламыз. Мен бірінші тамақты қуырып алатын болған соң картопымызды турап дайындап алайын деп тұрмын. Картоп, тамақты адам санына қарай өлшей істей бересіздер. Біздің үйде аз адам болса аздау көкөніс қосып дегендей, жалпы менің порциям 2 үлкен, 4 кішкентай балдарға арналған порция. Осылай бәрін турап дайындап аласыздар. Мен өзім көбінесе ерекше тамақтар жасағанды ұнатамын. Күнделікті бір тамақты қайталай бергенді ұната бермеймін. Бірақ жолдасым кейде күледі. Ашқамаймыз ба, ұқсамай қалмай ма деген қорқыныш болады. Бірақ сынап көргенді ұнатамын. Содан көбінесе ерекше, өзгеше тамақтар жасауға әрекет қыламын. Сіздерді осы тамақты жасап беріп, үй ішіңізді қуантыңыздар. Өзі де ерекше, дәмі деген ерекше тамақ бізге ұнады. Өзіміз тез-тез жасап тұратын боламыз. Бәрін осылай ұсақтап турап аламыз. Болгарскийдің қызыл түрі негізі тәттілеу келеді. Жасылдан қарағанда осындай қызыл болгарскийден бір ұштығын қосып жібердім. Бәрін осылай кубиктеп, майдалап, турап алатын боласыздар. Аса қиын тамақ емес, оп-оңай, күнделік жасағанға да жеңіл. Осылай жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта бұдан да жеңілдеу, оңай, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңызда мен бәрін турап дайындап алдым. Қызып тұрған қазанымызға майымыз құямыз. Мен көзім өлшермей қойдым. Құйып алғаннан кейін осылай бәрін бірден қуырып алатын боламын мен. Ет салғанда етті бірінші қуыратын едік. Ет салмағаннан кейін бір көкөністі бірден салып, 10 минуттың көлемінде қуырып алатын боламын. Жақсылап қуырып алыңыздар. Ең алдымен пиязымыз күйіп кетпесе болды. Салып, жақсылап араластырып қуыратын боламын. Тамағым бір жағынан қуырылып жатыр. Енді макаронмен осындай тефтелімізді дайындап алатын боламыз. Оның үшін ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Туралған пиязымыз үстіне жуылған 150 грамм күрішімізді салып аламыз. Тартылған етіміз менде 300 грамм болды. Осылай тартылған етімізді салып, өздеріңіз ұнатқан кез келген дәмдеуіш түрлерін салуға болады. Мен әртүрлі дәмдеуіш сала бермеймін, тек қара бұрыш, тұз. Сол дәмдеуіштерді ғана салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын массаны ұстау үшін осылай бір жұмыртқаны салатын боламыз. Жұмыртқамызды салып алған соң, жақсылап араластырып алатын боламыз салмамызды араластырып тындырып қоямыз. Содан кейін макаронымызды ашып, осындай кеспет тәрізді макарондарымызды ыдыстарға, тақтайға теріп шығатын боламыз. Жасау жолы оңай. Теріп шыққаннан кейін оның бетіне тефтели шариктерімізді дөңгелетіп қойып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өзі ерекше, тартымды тамақ түрінің бірі болып жатады. Осылай макарондарымыз қойып аламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар, бөлісіп отырыңыздар. Комментария қалдырып. Осылай макаронымызды теріп шыққаннан кейін оның бетіне тефтели шариктерімізді дөңгелек қылып қойып шығатын боламыз.
осылай еш қиыншылығы жоқ. Үйде менде балдарым кішкентай болған соң осындай қызықты тартымды тамақтар істеуге әрекет қыламын. Әрі ерекше тамақ болған соң балдарым тамақты қызығып ұнатып жесін деген оймен осылай жасаймын. Балдарым шын мәнінде ұнады, өзі де дәмі де. Осылай шариктерімізді бірін-кетін бірін жайғастыра береміз. Осылай шариктерімізді дайындап алған соң, жаңағы қуырып жатқан тамағымызды жалғастырамыз. Мен сол арада әбден қуырып алдым. Қуырылған тамақтың үстіне бір қасық томатымыз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің үйде көп қуырылған тамақтарды ұнатады. Жолдасым аз қуырып қалса, сразу дәмінен байқайды. Мына тамақ аз қуырып қапты ғой деген сияқты. Сондықтан барынша көптеу қуыруға, дәмді етіп істеуге әрекет жасаймыз. Осылай қуырып алғаннан кейін су құямыз. Суын көптеу құя беріңіздер. Ал біздің тефтей шариктеріміз дайын. Тамағымызды жарты сағат қайнатуға қоямыз. Жарты сағат орта отта қайнап шыққаннан кейін сәбіз картоптары пісті деген кезде осылай шариктерімізді теріп шығатын боламыз. Мұқият үстін теріңіздер, құлап кеткізбей тіке тұрғаны дұрыс. Өзі макарондар піскен кезде шарики ортаға түсіп тұрады. Өзінің қалпын жоғалтпайды жалпы. Сіздер жай ғана әдемілеп теріп шықсаңыздар болды. Осылай шариктеріміз теріп шыққаннан кейін өте баяу отта тағы макаронымыз піскенше қайнатып алатын боламыз. Жобамен 30 минутта қайнатып аламыз. Таза піскен тамақ дұрыс. Ал мен тефтейлерім уже байқағандарыңыздай пісіп дайын тұр. Осындай сырларымыз кесіп әр бір тефтелінің үстіне жауып шығатын боламыз сырмен. Осылай сырмен жауып шығамыз. Ал менің тамақтарым дайын. Көрінісінің өзі ерекше болып тұр. Енді сүзіп беретін боламыз. Алынуға шамалы қиналғанымызбен өзінің подачасын сақтап тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Әне. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйшіңізбен ұнады. Суын көптеу құйған дұрыс. Осылай жасап салып алғаннан кейін осылай қиярмен сәндеп үйдегілерге ұсына бересіздер. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Гүлбахар. Мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймын.